Достар, міне біз енді қарап тұрсаңыздар, көргеніміздей, біз осындай міне фото таңдап алдық. Бізге достар, ол қандай артындағы фон қатты керек емес. Просто біраз әдемілеп тұрса, ашатындай болып тұрса, ол болды тек қана. Бізге артындағы фонның маңыздылығы көп керек емес. Просто әдем болып тұру керек. Сондайға, короче, достар. Енді біз бүйтеміз. Біз бір текст қоюымыз керек қой. Текст қою деген ол былай. Текст аламыз. Және де бүйтеміз. Превью дейміз. Мына жерде әртүрлі шрифттер бар, достар. Міне шрифт аламыз да. Превью дегенді аламыз да. Осындай шрифт қояйық біз қазір, достар. Білмеймін, мынандай бола ма. Жоқ, достар, жаңағы бебас болт деген жақсы сияқты. Енді, достар, бұл арғы фоннан дұрыс көрінбей тұр, ақ болғаннан кейін. Біз енді оның цветін аламыз да. Өздеріңіз қандай цвет қойғыңыз келсе, өздеріңіз білесіздер. Және де бұнда градиент деген болады. Және текстура деген болады. Текстура деген бір фотоны өзіңіз қойасыз, сол фотоның суретін қоя салады, достар. Осы біздің жазылған текстімізға. Мен градиент аламын, достар, әдем болу үшін бүйтеміз. Қою көктеу түс болғаннан кейін біз бүйтеміз. Ең біріншісіне ақ түстіге мынандайды аламыз. Біраз ашықтатамыз. Осылай қойымыз. Және де мына жағына біз келесісін осылай қоюлатып қоямыз. Вот, достар, осындай бір превью деген сөз шықты. Енді біз оны әдемілеп көрініп тұру үшін осындай қылып, және де мен осындай шықты. Енді бізге артынандай 3D сияқты қылып жасау керек, достар. Ал 3D қылып жасау үшін біз бүйтеміз. Настройки дегенде 50 мен 70 деп тұрады. Біз ол жерде 50 дегенде 0-ге апарамыз. Өйткені ол андай прозрачностьта көрінбей тұратыны. Ал 70 дегенде біз 100-ге апаруымыз керек. Ол деген 70 деген ол жоқ, 70 деген прозрачностьты, ал мына 50 деген ол бүйтіп шашырауы жан жаққа. Мен қазақша түсіндіретін болсам. Ал енді позиция дейтін болсақ, біз позицияда былай жасаймыз. Бұл деген былай мынаны бүйтіп орындарын көрдіңіз бе? Міне артындағы теңнің орнын ауыстыру. Міне біз 3D сияқты қылып осылай қоямыз. Вот, достар, 3D әріп сияқты болды. Өте әдемі болды, достар, көріп тұрғандарыңыздай. Осындай, мысалы, бүйтіп біраз үлкейтейік мынаны біраз. Бұлай істейміз. Превью. Вот, достар. Енді мына жаққа тағы да текст жасаймыз. Android-та деп жазайық. Мен қазір өзімнің осы видеома превью жасап жатырмын, достар, сіздерге көрсетіп. Android-та дейміз, осы жерге қоямыз, біраз. Мынадан біраз бүйтіп жанына қарай қоямыз. Осылай. Превью Android-та дейміз. Енді цветін обязательно тағы да тура осы сияқты қоямыз. Мынаны кіте аламыз да, бүйтіп ашықтатамыз. Ал мынаны осыған қоямыз да, біраз қойылатамыз. Вот, достар, енді қойылды. Енді тағы да өзіміздің осындай керемет затымызды жасаймыз. Осыған апарамыз. Және де позициясын біраз өзгертеміз. Вот, достар, әдем болды. Немесе былай соға, достар, міне қарап тұрсаңыздар, мына жерде изгиб деген бар, мына жерде. Соны бүйтіп мынандай осындай қылып бүйтіп жан жаққа бұруға да болады, достар. Бірақ бізге бұрып керек емес деп ойлаймын. Біраз үлкейтейік. Осылай тұра берсін. Достар, былай соға, достар, көрдіңіздер ме? Мынаны әртүрлі осындай неме қылып та қоюға болады. Біраз үлкейтейік, достар. Вот, достар, әдем болып келе жатыр, достар. Егер сіздерге осылай превью жасау деген тағы да басқа нәрселер ұнап жатса, видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мен тағы да осындай бір қызықты, керекті нәрселер шығаратын боламын. Достар, енді біз тағы да бүйтіп қоямыз. Енді шок болғанды көрсетіп, бұлай қалай деп бүйтіп үсті қоямыз.
Оны біраз енді достар біз мынай түз қолмен былай қыламыз. Былай біраз осылай әдемі болып тұру үшін достар. Және оны біз осы жерге қоямыз. Жоқ, мына жерге қойған дұрыс емес. Достар, өздеріңіз білесіз қай жерге қоятындарыңызды. Онда мен ешқандай ештеңе айтпаймын. Осы жерге қояйық достар, осы жерге қойған жақсы сияқты. Достар, ең бастысы әдемі болса болғаны. Оны адамдар көріп қызығатындай болу керек қой достар. Ал енді мына қалай дегенде менің ойымша біраз қызылмен жасаған дұрыс сияқты. Вот, осылай, және мына жағын дәл осындай қызыл, бірақ қоюынан қоямыз. Вот достар, әдемі болып келе жатыр. Сіздерге ұнап жатса, әрине арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Достар, мен сіздер үшін тырысамын. Егер бір қателіктерім дұрыс жасай алмай жатқан, сөйлей алмай жатқан болмаса кешіріңіздер. Себебі бұл достар оңай емес қой достар, видео түсіру деген оңай емес нәрсе. Біраз үлкейтсек қалай болады екен? Солай қойсақ міне. Міне достар, әдемі болып келе жатыр, достар, сіздерге ұнады. Бірақ та бізде бір жерінде мынандай міне осындай, және мына жерлер бір жерлер пустой болып тұр, мына жерлер. Ал енді оған не қойсақ болады? Біз оған әрине бір фото қоямыз. Ол фотоны бітеміз. Достар, мен қазір фото дайындап алайын, сосын сіздерге бүгін менің тек қана превью жасау көрсету, сіздерге фотоны қалай жасау керек екенін емес, қай скетч ету керек, оны достар көрсетпеймін. Қазір мен келем. Достар, міне мен енді келдім. Қазір біз енді мына жерге жетіспей тұрған, мынандай бос болып тұрған жерлерге бір фото қоятын боламыз. Мына жерде біз яғни ол жерде добавить фото дегенді басамыз. Мына жерде картинка, яғни тұрады, сол жерде плюс деп тұрады. Сол добавить фото дегенге басамыз. Сол кезде бізде осындай өзіміздің фотоларымыз ашылады. Сол кезде біз өзіміздің Google-дан жүктеп алған фотомызды қоямыз. Мен PicsArt арқылы жасап отырғандықтан PicsArt-тың превьюмі фотосын қоятын боламын. Яғни міне PicsArt-тың фотосы дайын тұр. Мен жаңағыны скетч етіп алдым. Енді оны бітеміз, осы жерге қоямыз не. Әдемілеп осы жерге қоятын боламыз. Осылай біраз кішірейтейік. Енді мына жерге менің ойымша енді біз осылай әдемі болатын сияқты достар. Осымен болған сияқты достар. Міне осындай әдемі превью шықты достар. Және де өздеріңіз тағы да ойларыңызды жазып кетіңіздер. Тағы да қандай нәрселер жасайын, қандай контенттер түсірейін, тағы да қандай видеолар түсірейін, соны айтып кетіңіздер. Және де видео ұнаса арнаға тіркеліп, видео лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нордик KZ. Жақсы сау болыңыздар.